Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі тақырып зат есімнің тәуелденуі 77-ші сабақ. Ең алдымен өткен тақырыпты еске түсіріп алайық. Зат есімнің жалғаулары. Бізде ол үш жақтан тұрады. Бірінші, екінші, үшінші. Және де оның екі түрі бар. Жекеше және де көпше. Ендеше мына тапсырманы орындап көрейік. Сурет бойынша әңгіме құрастыру қажет. Әңгімеде тәуелдеулі және де туынды зат есімдерді қолданамыз. Ал енді балалар, бірінші суретке назар аударайық. Мұнда қыз бала кілем тоқып жатыр. Яғни Айгүл әжесіне арнап кілем тоқып жатыр. Мұндағы әжесі деген сөз тәуелді жалғау. Үшінші жақта тұр. Оның әжесі. Дәл осы сияқты екінші сурет бойынша да сөйлем айтайық. Марат ағаштан торсық жасап отыр. Ал үшінші сурет бойынша сөйлем қарастыратын болсақ, анасы мен қызы текемет басты. Мұндағы анасы және де қызы деген сөздер тәуелді жалғауда тұр. Келесі кезекте 45-ші жаттығу. Мәтінді тиісті белгілерін қойып көшіріп жазу керек. Яғни сөйлем аяқталған жерлерге нүкте қойып, келесі сөйлемді бас әріппен көшіріп жазамыз. Бірінші сөйлемде Ақши Аминаның ауылы нүкте, бас әріппен жазамыз. Ауылда ши өседі нүкте. Сосын Әмина бір бума ши әкелді нүкте, бас әріппен жазамыз. Шешесі одан ши тоқыды нүкте. Ши тоқу өнер нүкте. Енді тәуелдік жалғаулы зат есімдердің астын сызып шығамыз. Ал енді балалар, сергіту сәтін орындайық. Сергіту сәтінде музыкадағы ритмге сай қозғалыс қимылдарын жасаймыз. 46-шы жаттығуда ши түрлерін мына сызбаға сәйкес біліп аламыз. Ақ ши, ораулы ши және де шым ши деген түрлері бар екен. Ендеше шидің түрлерімен тереңірек танысайық. Ақ ши бұл жүн орамаған, құр шидің өзінен тоқылып жасалған төсеніш немесе киіз үйдің және де тұрмыста қолданылатын бұйым. Ал оралған ши түске боялған, жіптен оралып тоқылған сәнді ши. Шым ши тоқылған, тығыз өрілген ши болып табылады. Ал үй тапсырмасына өрнек сөзін жекеше және көпше түрде тәуелдеп келулерің керек. Барлығы түсінікті болса, осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.